Сәлем YouTube сілімдерге Нуранет. Достар, бүгінгі видеода мен мектеп жайлы айтатын боламын. Достар, мектепте түрлі қызықтар болады, сондықтан бүгін сол жайлы айтатын боламын. Ал видеомыз қызық болатын болса, лайк басып ары қарай бастаймыз. Let's go! Ал видео басталмасы бұрын достар, сіздерге One Win атты керемет ойын ұсынамыз. Достар, бұл букмекерлік сайтта сіздер керемет ақшалар ұта аласыздар. Ең бастысы біздің сілтемемізге кірсеңіздер, Нуранет промокодына ие боласыздар. One Win, кір, ойна, ұт. Сілтемесі төменде. Достар, мектепте әдемі бала бар, сәнді бала бар, және мықты да бала бар. Немесе барлығының қосынсыз да бар. Достар, менің сынымда, яғни 9-шы Ә сыныбында 22 бала оқиды. Достар, бәрі бізде сәнді, көңілді. Менің ойымша барлық мінездер бар деп ойлаймын. Достар, біздің мектеп ең жақсы мектептер бірі, яғни еш төбелестерге қатыспайтын, бозықтық жасамайтын, сабақты ең жақсы оқитын мектептердің бірі. Сыныпта түрлі балалар бар, міне бүгін сол жайлы айтатын боламын. Мысалы достар, біздің сыныпта бойы ұзында бар, бойы кішкентай да бар, және семізі бар, арығы да бар. Достар, көпшілігі мектепке барғысы келмейді. Әрине, мектепті олар майдан ретінде ойлайды. Оқушының бірінші типі, яғни активист. Балалар, бізде бір байқау болып жатыр екен, кім соған қатысады? Апай, мен апай, мен. Ал ертең сенбілік болады, кім қатысады? Апай, мен апай, мен. Екінші тип пассивист. Қане бақырашкіл, тақтаға шыға қой. Апай, енді қане шыға ғой, бақырашкіл. Енді шоқ. Үшінші тип геймер. Достар, бұндай оқушыларды түсіну өте қиын. Қысқасы, өздеріңіз көріңіздер. Қалайсың? Жақсың ба? Қане ат. Төртінші типі бөлек әлем. Бесінші типі әзіл қой. Бауырсақ асылып қал. Күлгілі. Өте. Енді достар, видеомызды қайтадан түйіндейтін боламыз. Достар, мектеп деген білім ордасы, достық ордасы. Сондықтан да басқа мақсатпен келетін болсаңыздар, білмеймін. Және де мектепте жек көрудің қажеті жоқ секілді. Себебі мектепте сені ұрып соқпайды. Кейбіреулерін санамасақ. Сондықтан да мектепте жақсы көрейік, ал каникулларыңызбен құттықтаймын. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Видеосы лайк басыңыздар. Достар, осы видео сіздердің шешімдеріңіз бойынша шықты, яғни опрос бойынша. Және достар, видеоның качествосын жақсарттым, яғни менің кейіпкерімнің, және достар, осы еңбекті бағалап кетіңіздер. Бұл видеоны 3 күн бойы жасадым, видеоны лайк басыңыздар. Ал бай го. Айтпақшы достар, және де мен 2 апта сайын, бір апта сайын 2 видео шығаратын боламын. Сондықтан да жақында 2-ші видео шығады. Күтіңіздер. Лайкты басай, сен жазылсай. Егер жазылсаң, лайкты басай, лайкты басаң сен